Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақты қазақ тілі пәнінен өтеміз. Ғарышқа саяхат бөлімі ұшқыш болар баламын ортақ тақырыбы. Сабақ тақырыбы келер шақ. Келер шақ дегеніміз, балалар, келер шақ етістіктері іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Келер шақ етістіктері не істеймін, не істейсің, не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Яғни, келешекте болатын іс-әрекетті айтамыз. Мысалы, мен ертең барамын. Ертеңгі күні баратынын, яғни келешекте баратынын айтып тұр. Балалар, енді оқулықпен жұмыс жасайық. 89-шы бет 29-шы жаттығуды қарайық. Берілген етістіктерді үш жақта жаз. Оқы, көр, ойна етістіктерін үш жаққа бөліп жазамыз. Мысалы, оқы, оқып отыр, осы шақ. Оқыды, өткен шақ. Оқиды, келер шақ. Осылайынан қалған екі етістікті, осы етістікті қоса дәптерімізге жазып алайық. Келесі жаттығу, 30-шы жаттығу. Сызбаны пайдаланып етістіктің шақтары туралы білетінімізді жазайық. Осы сызбаны дәптерімізге сызып, етістіктің шақтары туралы не білеміз, соны жазып қояйық. Сонымен балалар, сабақ аяқталды. Білім шыны әдісі арқылы сабақты қандай деңгейде түсінгенімізді дәптердің соңына жазып қояйық. Назарларыңызға рахмет.